Баршаңызға қайырлы күн достар. Біз бүгін осындай дәмді жұмсақ капкейкелер пісіретін боламыз. Мен бірге болыңыздар, сіздермен бір күн артық және видеоны соңына дейін қараңыздар. Бұл рецепт өте оңай және күшті болып шығады. Ол үшін бізге қатық қажет болады. Ұн, қант, сұйық май және бір жұмыртқа керек. Және разрыхлитель және ас содасы қажет болады. Ең әуелі ас содамызды алып қатығымызға саламыз. Содан кейін жақсылап тұрып араластырамыз. Біздің ас содамыз реакцияға түсуі қажет. Біздің қатығымыз 2 есе үлкейеді. Енді содан кейін бір қасық разрыхлительді алып ұнға саламыз. Және оны да жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Атысымызға жұмыртқамызды салып, миксермен жаймендеп араластырамыз. Және араластыра отырып, үстіне қантымызды салып отырамыз. Қант сала отырып, жұмыртқамыз әппақ болғанша араластырамыз. Біздің массамыз әппақ болып ағарды. Осындай болып ағаруы қажет. Енді осының үстіне бағанағы қатығымызды құямыз. Біздің қатығымыз ұлғайған. Тағы да жақсылап араластырамыз. Содан кейін сұйық майымызды құямыз. Тағы да араластырамыз. Ұнымызды 2-ге бөліп саламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, бұл капкейкелер өте жұмсақ болып шығады және дәмді болып шығады. Енді бұл массаға мен апельсин цедрасын салдым. Лимон цедрасын салсаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Апельсин цедрасын салған кезде біздің капкейкелеріміздің дәмі ерекше болып шығады. Тағы да бір араластырып жібереміз. Біздің тестіміз дайын. Осындай масса болып шығады. Енді осы массамызды кондитерлік қапшыққа саламыз. Осылай дайындап қоямыз. Бізге осындай капкейкенің формалары қажет болады. Осы формаларға қазір құятын боламыз. Формаларымызға құйып шығамыз. Өте қатты толтырмаймыз, орта қылып құйып шығамыз. Міне шамамен осындай қылып құйып шығасыздар. Қатты құйсаңыздар тасып кетеді. Ал енді осыны қысып тұрған пешке салып аламыз. Міне біздің капкейкелеріміз дайын болды. Осындай әдемі болып шығады. Ал енді крем дайындайтын боламыз. Ол үшін маған қоюлатылған сгущенка және осындай насадка қажет болады. Және сливки. Ең әуелі сливкемізді шамалы араластырып аламыз. Қатты қою болып кетпеу керек, шамалы қоюланғанша араластырамыз. Осындай болса жеткілікті. Енді осының үстіне біз қоюлатылған сгущенкамызды саламыз.
Маған осылай жасаған крем ұнайды. Бұл капкейкелердің бетіне любой крем жасасаңыздар да болады. Творожный крем жасауға болады, пломбир крем жасауға болады. Міне біздің креміміз дайын болды. Осындай түсті болып шығады. Енді осы кремімізді, дайын болған кремімізді бағана насадка кигізген кондитерлік қапшыққа салып аламыз. Міне біздің креміміз дайындап алдық. Енді суыған капкейкелерімізді алып келеміз және осының бетіне әдемілеп шапка жасайтын боламыз. Міне осылай біздің әдемі капкейкелерімізге шапка жасаймыз. Қараңыздаршы, қандай әдемі болып шығады. Ал енді оның дәмін көрсеңіздер, сіздер өте ерекше болып шығады. Жұмсақ, сондай болып шығады. Енді осы капкейкелерімізді өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Мен орео печеньесін салдым және бетіне посыпка септім. Міне біздің капкейкелеріміз осындай әдемі болып шықты. Енді қазір ашып сіздерге көрсететін боламын ортасы қандай болатынын. Негізі ортасына салма салсаңыздар да болады. Мен салма салғанды ұнатпағасын салған жоқпын негізі. Бірақ салма салсаңыздар да өте керемет болады. Қараңыздаршы, қандай керемет. Жұмсақ, осындай нәзік, әп-әдемі болып шығады, қараңыздар. Ал енді қазір дәмін көретін боламыз. Дәмі енді керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Және менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған артық, сау болыңыздар.